бір сәттік ашу, бір батырманы басу және бір адамның өмірі мәңгіге өшті. Бұл жай ғана ойын емес, бұл шынайы қылмыс. Компьютерлік ойынға тәуелді болған жасөспірім виртуалды әлемнен орала алмай, өз досын өлтіріп тынды. Қалайша экран алдындағы ермек қанды трагедияға айналды. Бұл видео шынайы оқиғаға негізделген. Көруге дайынсың ба? Сәлем достар, сіздермен бірге Сұлтаныс арнасы. Ең бірінші арнаға жазып лайк басып кет. Себебі менің YouTube каналым ең сұмдық әрі қорқынышты оқиғаларға негізделген. Алдыңғы конкурста осы адам жеңді. Егер сізде бесімдегі ұмытқыңыз келсе, ең керемет комментарий жазыңыз. Және келесі видео қандай болады айтып кетіңіз. Ендеше өзіңізге бір шай, печенье алып, осы видеоны көріңіз. Онда біз бастаймыз. Красавчик! 2007 жылы Дэниел Петрик компьютерлік ойын сатып алғысы келеді. Бірақ ата-анасы оған тыйым салады. Тыйым салғанға қарамастан ойынды сатып алады. Анасы көріп ойынды сейфке салып қояды. Дэниел болса сейфті ашқанда жанында тапанша жазады. Дэниел соны алып ата-анасына барып көздеріңді жұмыңдар, сыйлығым бар деп атып тастайды. Қылмыстан қашу үшін тапаншадағы қолдың ізін өшіріп, әкесінің қолына береді. Өз-өзін өлтірген сияқты. Полиция келгенде Дэниел қашып бара жатады, ал машинаның ішінде сол ойын жатады. Көп ұзамай ол ұсталып, өмір бақиға түрмеге кетеді. 2013 жылы Тайванда 18 жастар бала компьютерлік клубта 40 сағат бойы Göbel 3 ойын ойнайды. Кейін ол баланы ұйықтап жатқанын көреді. Оны оятып үйге бар дейді. Ол тұрып 2 қадам жасағанда құлайды. Дәрігері оның аяғы қатты тартылып қайтыс болған еді. Әрине ол ұзақ отырғанның кесірі. Бұл ойынды шығарған компания былай жазады: қайғыға ортақпыз. Адамның өмірін ешқашанда виртуалды әлем баса алмайды деп жазып кеткен. 17 жастағы филиппиндік бала апасы Dota ойын ойнама деген үшін өлтіріп тастайды. Бұл оқиға үйдің жанындағы интернет кафеде болады. Бұл бала ол жерден шықпай ойын ойнайды. Кейін апасы оған тыйым салып, оны алып кетпек болады. Бірақ ол бала ашуланып, апасын сол жерде ұрып өлтіреді. Қылмыс болмау үшін ол апасын қоқыс шашығына тығып қояды. Кейін полиция ұстағанда ол апасын ойынға тыйым салған үшін өлтіргенін айтады. Кореялық жасөспірім интернет кафеден шықпай ойын ойнайтын болған. Оның қызы жоқ, бақытсыз өмір сүретін, ал интернет кафеде 14-17 сағат бойы ойын ойнайтын. Кейін ол мектептегі марафонда қайтыс болады. Өлуінің бір себебі ауа жетпеу, құсу. Көп қозғалмайтын адамның бір синдромы. Оның сүйікті ойыны оны өлтірді. 17 жастағы Уоррен Роблокс ойынын өлтіретін сюжетін өмірде қайталап, өмір бақиға түрмеге түскен. 2014 жылы Манхат деген ойынды ұнатып қалады. Сол ойынын қайталап, балта, кірпіш ұстап алып, өз досын өлтіреді. Сотта ол байқамай қалдым деп айтқан. 8 жастағы бала апасын атып тастаған. Ол GTA ойынын ойнап жатқанда апасы телевизор көріп жатады. Кейін бала пистолетті үйден тауып алып, апасын өлтіреді. Полиция ол жерге барады. Кейін компьютерде қылмыс жасамай тұрып 4 минут бұрын GTA ойыны қосылғанын көреді. Кейін ол сотталмайды. Себебі 10 жастан кейін қана сотталады. 19 жастағы бала полиция бөлімшесінде пистолетті сол жерден алып, 3 полиция қызметкерін өлтіреді. Оны ұстағаннан кейін ол GTA Vice City ойын ойнағанын айтып, сол ойынды кінәлайды. Кейін ол баланы инфекция жіберу арқылы өлім жазасына кесіледі. Достар, осылайша біздің видеомыз аяқталды. Арнаға жазылып лайк басып кет. Мені қолдап кет. Қош, сау болыңыз.